Атырау облысы Құрманғазы ауданының медицина саласына қатысты мәселе көтерген болатынмын. Лор дәрігері әкемізге қате диагноз қойып, теріс емдеп, соның салдарынан әкеміз қазіргі уақытта мүгедек болып қалып отыр. Яғни сөйлеу қабілетінен айырылып. Голосовой связь соны алып тастады. Соған байланысты мен өзімнің парақшама жариялаған едім. Жекеме келген хаттарды оқып жағам ұстап отырмын. Біздің аурухана дейтін не болып кеткен? Заң бар ма? Заң қайда бізде? Адам өмірі мен денсаулығы емес пе ең бірінші? Мына біздің Құрманғазы аудандық перзентханада педиатр Лариса деген есімді азаматша дәрігер босанған аналарды шығармай, сенің балаңда жылтуға бар, сенің балаңның басы қысылып туған дейді. Сөйтіп аналарды роддомнан шығармайды. Оның ставкасы 10 000 теңге еді. Баласының денсаулығы болып тұрса да шығармайды екен. Мен қалаға кетіп баратым, үлгеріп қалсаң үлгергенің деп. Содан іштегі перзентхананың медбикелері келіп аналарға айтады екен: осындай ставкасы 10 000 теңге. Ларисаға жинап беріңдер, соны ақшаны беріңдер, жайлап қазір жеке бір-бірлеп кіріңдер, сол қалтасына салғаннан кейін шығасыңдар деп. Содан аналар сол ақшаны беруге мәжбүр. Бұл не масқара? Осыған дейін де бұл мәселе көтеріліп, жауап тастапты. Бұның артында кім тұр? Тізімде тұрған науқастардың тегін дәрілерін ала алмайды дейді. Егіз туған аналар сүттен ала алмай жүрміз дейді. Не масқара бұл дейтін. Тіптен аурухананың санитаркалары бір жылдай бойына өзінің больничныйларын ала алмай кетті. Мен қалай мәселені көтердім, солай больничныйлар түскен. Неге ол олай? Кім тұр бұның артында? Құзырлы органдарымыз қайда қарап отыр? Біздің министр Ақмарал ханым, Қайсар Қайратұлы, облздрав, сіздер бұдан хабардарсыздар ма? Біздің прокуратурамыз қайда қарап отыр? Заң қайда бізде? Мынау не масқара? Біздер өмірімізді сеніп алып қалады ғой деп, ақылаты абзал жандар деп сыйлап, дәрігерге барамыз, көмек сұрап. Дәрігерлеріміздің істеп отырған ісі мынау. Егер де сіздерде осындай жағдай болатын болса, осы посттың астына жазып кетіңіздер міндетті түрде. Бұған тоқтату керек. Жазуымыз керек. Бұл заңсыздықтың алдын алуымыз керек. Бұл арада адамның өмірі тұр. Қаншама адам кем болып қалды, қаншама адам өмірден озып кетті.